пайғамбарымызға жасалған зұлымдықтар. Сафа төбесінен ашықтан ашық пайғамбарлығын жариялап, жалпы халықты исламға шақырған үндеуінен соң, Мұхаммедке, саллаллаху алейхи уассалам, Құрайш мүшриктер арасынан қарсылық білдіріп, қастандық ойлаушылар көбейді. Мүшриктер зұлымдық жасауда бірінен бірі қалыспады. Ал пайғамбарымыз болса, қажымай талмай халқын тәухидке шақыра берді. Мүшриктер қасарысып, аталарының дінін, пұтқа табынушылықты үдете түсті. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оларды адамгершілікке, түсіністікке, екі дүниенің ләззатына шақырған сайын, көңіл көздері байланған бейбақтар жарғанаттың жарықтан қашқаны сияқты бақилық бақыттан бас тартты. Екі дүниенің сұлтаны оларды адамгершілік қасиеттерге үндеген сайын, тас түнекке телміргендер кеуделерін көтеріп, айуандықтарын асыра түсті. Әлемдердің мақтаны қапастағы көңілдерді мәңгі әдемілікке, өшпес әсемдікке, ғажайып өмірге тартса, олар оны кеудесінен итеріп, білгеннің тілін алмай, қатал қарғысқа ұшырады. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өсиет уағыздары арқылы қарайған көңілдерді пенделік тірліктен періштелік биікке көтеруге ұмтылды. Бірақ олар теке тіресіп бақты. Жақсылыққа ермегендермен қоймай, кірленген көңілдер Әзіреті Мұхаммедке сәт сайын залал келтіруден танбады. Қаскөйлік әрекеттерін жалғастыра берді. Залымдар зұлымдық жасауда бір-бірімен сайысып, ойларына келгенін істей берді. Ал Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса, наразылық күшейген сайын өзін-өзі қайрап жігерленді. Өйткені қашанда ақ адал жандардың, тура жолдағылардың дұшпаны көп. Бұл мәселеде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзіне дейін өткен пайғамбарлар өмірін өнеге тұтты. Адамзат жаратылғалы бері адалдықтың жолы ауыр. Пайғамбар атаулының бәрі басынан не күн туса да шыдамдылықпен төзе білген. Сабыр түбі саралтын демекші, әрқашан аққа Алла жақ. Қара пиғылдылардың басым түскені дүние жалғанда болмаған. Егер сенің мұратың Алла жолына қызмет ету болса, тартынатын тіпті ештеңе жоқ. 124 мың пайғамбар Алланың әмірімен өз міндеттеріне кіріскен шақта небір сорақылықтың, дарақылықтың тақсіретін тартқан. Қорлық пен зорлыққа кеуделерін керіп, шегін істегенді білмеген. Қайраттары қажымаған, жігерлері жаншылмаған, мұраттары мұқалмаған. Өйткені олар наразылықты илхамның қайрағы деп білген. Пікірлер қайшылығы, көзқарастар сәйкессіздігі ақиқатты туғызатынына кәміл сенген. Әбу Лахаб бастап, әйелі қостап. Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қарсы шығып, өлілгенше өрескелдігін тыймаған қара ниеттілердің көшін бастаушы туысқаны Әбу Лахаб пен оның әйелі Үммі Жәмил болды. Қаскүнем Әбу Лахаб пайғамбардың басқан ізін аңдып, халыққа әлдеқалай уағыз айта бастаса, аузына қақпақ болуға тырысып, жағаласып, Расулалланың айтқандарын жоққа шығарып тайталасатын, елдің санасын улайтын. Оның мақсаты Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінін таратпау. Бір күні Әзірет Расулалла Уқаз жәрмеңкесінде қалың көпшілікке Алланың бірлігін, өзінің пайғамбарлығын мойындауға шақырып, «Ва халайық, ла илаха илаллах» деп мәңгі азаптан құтылыңдар деп насихатын бастай бергені сол еді. Әбу Лахаб килігіп кетіп, «Ей адамдар, бұл менің жақын туысым, айтқандары шылғи өтірік. Өзінің осылай жалған айтып, жалпақ басқысы келген арам ниеті бар. Бірде-бір сөзіне сенбеңдер, жанына жоламаңдар, аулақ жүріңдер» деп, онсыз да екідай ойдағы халықты таратып жіберді. Бұл ғибратқа толы көрініс. Інісі Аллаға иман келтіруге, мәңгілік бақытқа шақырады. Ал ағасы болса, оған қарсы шығып, көпшілікті де қарсы қояды. Әбу Лахаб мұнымен де тынбады. Бір күні пайғамбардың есігінің алдына, үйінің тура кіреберісіне иісі мүңкіген қоқысты төгіп, үлкен іс тындырғандай масайрап тұрады. Бірақ қуанышы көпке бармай, ол кезде әлі иман келтірмеген болса да, Хазіреті Хамза әлгі сасық шіріндіні жинап, Әбу Лахабтың басына төгеді. Мұны көрген пайғамбарымыз ақырын ғана, «Ей Әбдіманаптың ұрпағы, бұларың не? Көрші деген тату болмас па?» деп табалдырықта қалған қоқысты тазартып, сыпырады да қояды. Іштен шыққан жау жаман деген осау. Қасиетті Құранда Әбу Лахабтың тозақ отын тілеп алғандығы, сұрап алған аурудың емі табылмайтындығы білдірілген.
Қарғыс атқан Әбу Лахаб кей-кейде Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам мазасын алу үшін терезесіне тас шаудыратын. Әкеге қарап ұл өсер. Әбу Лахаб Алланың сүйікті құлына қарсы сорақы пиғылдарын жүзеге асыру үшін ұлы Утайбаны да соңынан ертеді. 18 мың ғаламның пайғамбары Әзірет Мұхаммедтің көзін жою, әрине оның қолынан келмес еді. Сонда да болса әйелін, бала-шағасын Мұхаммедке, саллаллаху алейхи уассалам, оның дініне қарсы қойып, санасын билеген сайқал сезімге оларды да ортақ етеді. Күндердің күнінде пайғамбарлар сардара оңашада Нәжім сүресін оқып, ойға шомып отырады. Осы сәтті пайдаланып, Әбу Лахабтың ұлы Утайба оған жақын келіп, Нәжімнің, яғни жұлдыздардың жаратушысының атымен ант етемін. Мен сенің пайғамбарлығыңды мойындамаймын деп, оңбағандықпен мүбәрак бетіне түкіріп жібереді. Оқыс оқиғаға қатты ашынған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, «Я Раббым, Утайбаның қылғаны мынау, қорлыққа өзін-өзі итермеледі» дейді. Жаратушы Алла сүйікті құлының наласында, алғысында жауапсыз қалдырмаған. Пайғамбардың жоғарыдағы нала түріндегі сөздерде көп замай орындалады. Утайба Йемен маңында Хауран деген жерде әкесімен, бірнеше жолдасымен бірге демалып жатқанда, кенеттен бір арыстан пайда болып, топ адамның ішінен оған тарпа бас салып, пәрше-пәршесін шығарып, жер жастандырады. Пайғамбарлар дұғаларының міндетті түрде қабыл болып, мүлтіксіз орындалуы да оны өзге адамдардан ерекшелейтін айрықша қасиеттерінің бірі. Тозақтың тамызығы. Әбу Лахабтың әйелі Үммі Жәмил де исламның қас дұшпандарының бірі. Күйеуінің көлеңкесінде жүріп, қаныпезерлік әрекеттерін тыймаған, азғындықта алдына жан салмаған. Құранның тілімен айтқанда ол тамұқтың тамызығы. Жүрегінің қарайғаны соншалық пәктігімен періштелерді таңдандырған пайғамбардың аяқ жолына күн сайын ерінбей жалықпай, қураған жантақ шашып, айызын қандыратын. Үммі Жәмилге қатысты тағы бір оқиға. Пайғамбарымыз ең алғаш Сафа жотасынан қауымын иманға шақырғанда, оны айтуға ауыз бармас сөздермен балағаттап, таслақтырған Әбу Лахабтың жиіркенішті қылығынан соң Алла тағала тарапынан Тәббәт сүресі аян болып, онда ерлі зайыпты екі залымның опасыздықтары қатаң жазаланатыны айтылған. Мұны ести сала Үммі Жәмил қаны қарайып, қолына тас алып қағбаға жетіп келеді. Әзіреті Мұхаммед оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, сол сәтте ең жақын досы Әзірет Әбу Бәкірмен қағбада әңгіме дүкен құрып отырған. Шамданып келген Үммі Жәмил Әзірет Әбу Бәкірді көреді. Бірақ Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам көре алмайды да, «Ей Әбу Бәкір, әлгі айнымас досың қайда? Мені сыртымнан мазақ етті деп естідім. Көрген жерде мына таспен аузын бұзар ем» деп бақшақ етіп, бейпіл ауызданып сілкінеді. Иә, жаратқанның жарылқауымен Әбу Бәкірді көрген бұзақының көзі қасында отырған Хазіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам көре алмады. Қорғап сақтаушысы бір Алла болған соң, солай болуы заңды да. Әбу Жахилдің қатып қалғаны туралы. Осыған ұқсас оқиға Әбу Жахилдің де басынан өтеді. Ол да иманның ата дұшпаны. Қаскөйдің арам ниеті қайтсе де Әзіреті Мұхаммедтің көзін жою. Бір күні қауымның ортасында Мұхаммедтің сәждеге басын қойған сәтін аңдып, үстінен түсіп, басын таспен езбесем, атым өшсін деп серт беріп, өзінен өзі ойлап тапқан амалына масаттанады. Дәйіс мүшріктері Әбу Жахилдің қаһармандығын қолпаштап, қолтығына су бүркеді. Ертеңіне Әбу Жахил құшағына өзі зорға көтеретін тас алып, мешітке келетті, қалтарыста тұрып, оңтайлы сәтті аңдиды. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сәждеге жығылған мезетте ауыр тасты бар пәрменімен жоғары көтеріп, енді тастап жібермек болғанда, сол күйі қимылдамастан қатып қалады. Пайғамбар намазын бітіргенде Әбу Жахил қайтадан өз қалпына түседі. Бірақ болары болып қойғанды. Ойының күл талқаны шыққан ол, «Осы ізіңе түскенім түскен. Менің қолымнан жан тәсілім бересің ақыры» деп, ұялған тек тұрмастың кебін киіп, тісін қайрап кете барды. Әбу Жахил күн өткен сайын пайғамбарға қарсылығын өршітіп, жүрген жерінде оны жамандаудан жалықпайды. Бірде тағы да көптің арасында бөсіп отырып, Мұхаммедті сәждеде көрсем, мойнын аяғыммен езіп тұрып, желкесін қиярмын деп көпіреді.
Нақ сол кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мешітке келіп қалады. Сонда отырғандардың бірі: «Ей Мұхаммед, Әбу Джахилдің айтқанын естідің бе?» дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әл-Ақ сүресін оқыды да сәждеге жығылды. Ел жұрт: «Жаңа ғана тісіңді қайрап отыр едің ғой, күшті болсаң келді ғой әне Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам» деп шуылдасады. Әбу Джахил сырғиялана күліп пайғамбарымызға қарай 2 қадам аттады да кілт бұрылды. Өңі өрт сөндіргендей. «Не боп қалды тағы да? Неге кері бұрылдың?» деген көпшіліктің сауалына: «Ойбай-ау, көздерің көр болғаннан сау ма? Мұхаммедпен екеуміздің арамызға жағылған отты қарасаңдаршы» деп алды-артына қарамай шыға жөнелді. Мүшриктердің ойлары аяқсыз қала берді. Алла тағала Хабибін, яғни сүйікті құлын, пенде атаулының азабынан қалтқысыз қорғады. Мүшриктер иман келтірмегендермен қоймай, исламға, оны таратушы пайғамбарға наразылықтарын шектемей-ақ қойды. Парықсыз пасықтар опасыздықтарда жарысқандай еді. Бастары қосыла қалса, бар айтатындары қалайда пайғамбарымызға қиянат жасау, мұсылмандарды мазақ ету, жәбір көрсету жайы. Таң атқаннан кеш батқанша аңдығандары Хазіреті Мұхаммед және оның достары еді. Қағбаның айналасында отырып алып, жексұрын жоспарларын құрып, бас қатыратын. Сондай бір мүшриктер мәжілісінде тағы да Әбу Джахил суырылып шығып: «Бүгін бәленшенің үйінде түйе сойылды. Сол түйелердің шек-қарын қан жынымен әкеліп, Мұхаммедтің үстіне лақтыра алатын ер адам бар ма арамызда?» дейді, жерден жеті қоян тапқандай. «Мен істеймін мұны, маған сеніңіздер» деп көңілі қарайған Уқба ибн Әбу Муайт атып тұрып, айтылған бағытқа тұра жөнеледі. Алла елшісі бар ықыласымен Алланың құзырында сәждеге бас қойғанды. Әлгі қарғыс атқыр Уқба қан жынын сорғылатқан күйі жаңа сойылған түйенің шек-қарнын пайғамбардың арқасына тастай салды. Мүшриктер көптен күткен армандарына жеткендей қарқылдасып, қауқылдасып, мәз боп жырғап қалды. Аяулы әкесінің мүшриктердің мазағына ұшырағанын естіген Әзіреті Фатима екі өкпесін қолына алып Әзіреті Мұхаммедтің қасына жетеді. Келген бойда шек-қарынды ала салып, айнала қоршап ыржыңдасып тұрған кәпірлерге қарай бар екпінмен лақтырып кеп қалады. Намазын аяқтаған Алла Расулы: «Я құдіреті күшті Аллам, мүшриктерді саған тапсырдым» деп дұға етеді. Осы сөйлемді 3 рет қайталаған соң, Құрайш азғындарының есімдерін жеке-жеке айтып шығады. Құрайштардан, өз аталас, құрсақтас ағайындарынан осынша азап көруі Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ауыр соққы болғанмен, олардың парықсыздықтары жанын жегідей жегенмен, пайғамбардың амалы кемеді. Расулаллаға мүшриктердің тағы бір тұзағын Абдулла ибн Амр былайша әңгімелейді. Бір күні бір топ Құрайш Хижр деген жерге жиналып, әңгімені қыздырып отырады. Мәселе баяғы Хазіреті Мұхаммед жайы. «Біз осының істегендеріне сабыр танытумен келеміз. Ол ата-бабалар дәстүрін жоққа шығарды, дінімізді қаралап, бізді ақымаққа санады, пұттарымызға тіл тигізді. Әлі шыдаумен келеміз. Ау ағайын, қашанғы бұлай бола бермек?» деп талқыға сала бастаған. Дәл сол сәтте Алланың сүйікті елшісі Қағба маңына келіп қалады. Қасиетті қара тасты сүйіп, тауап етуге ыңғайланды. Мұны көрген Құрайштардың бірі қарап отырмай, оны сөзбен түйреп қалды. Әзіреті Мұхаммедтің ренішін жүзінен аңғардым, алайда ол үндеген жоқ. Алла Расулы екінші рет Қағбаны айналғанда тағы да ауыр айыптаулар естіді. Қиналысын өңінен байқамау мүмкін еместі. Үшінші рет қастарынан өте бергенде әлгілер тағы да балағаттай бастағанда Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: «Ей Құрайштар, кейін естімедік деп жүрмеңдер. Рахман һәм рақымды Алланың атымен ант етемін. Түптің түбінде ниеттеріңнен тауып азапқа душар боларсыңдар» деді. Құрайштардан ләм-мим сыбыс шықпады. Сәл үнсіздіктен соң баяғы Әбу Джахил орнынан атып тұрып: «Ей Мұхаммед, сау саламат тұрғаныңда бұл жерден кеткенің мақұл» дейді, көңілін аулағысы келген сыңаймен. Алла Расулы ұзай берді. Ертеңіне Құрайштар Хижр деген жерде тағы да жиналды. «Мен де солардың арасында отырғанмын». Тағы да өз араларында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жайлы айтып отырып ұстасып қалды. «Ау, Мұхаммедтің сөзінде ісінде көріп, естіп талқыға салғалы қашан?
Бірақ өзімен бетпе-бет кездескенде ешкім батылы жетіп, оған қарсы шыға алмайтынын несі, деді біреу тұрып. Енді көрсем, жағасына жабыспасам ба, деді екіншісі күшейіп. Солай деуі мұң-ақ екен. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шыға келді. Құрайыштар салған жерден пайғамбарымызды қоршап алып: «Сен біздің дінімізді жамандап, түкке алғысыз еткеніңді қашан қоясың? Әлде көресіңді көрмей, көрге кіргің келмей жүрме?» деп бас салып төмпештей бастайды. Уақиғаны сырттай көріп қалған біреу жүгіріп келген бойда Хазіреті Әбу Бәкірге хабар береді. Әбу Бәкір зымыраған күйі төбелес болып жатқан жерге келеді. Көз жасын тыя алмаған ол келе салысымен мүшриктерге дүрсе қоя береді. «Алладан табыңдар, нақұрыс өңкей, бұларың не? Құдайдан қорықсаңдар қайтеді? Раббым Алла деген үшін өлтірмексіңдер ме?» Пайғамбарымыз байсалдылығын жоғалтпаған қалпында: «Босқа шаршама, әзиз досым. Бұлардың жазықсыз жерде жапа шектіруінің соңы жақсылыққа апармайды. Алланың атымен ант етемін, ақыры хайыр болмайды» деп күрсінді де қойды. Құрайыштар пайғамбардың сөздерінен тіксініп, үріккен күйі бет-бетімен тарап кетті. Жаратушым Алла деп халықты ұлы ақиқатқа шақырған үшін Құрайыштардың бүлікшілері оқтын-оқтын айналып келіп, соқтығуларын қоймайды. Сондай жүрек сыздатарлық оқиғаның бірі пайғамбарымыз Қағбада намаз оқып жатқанда өтті. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сәждеге жығылғаны сол еді. Бұзақы Уқба ибн Әбу Муайт мысықша басып жанына келді де, пайғамбарымызды алдын ала дайындап келген кендірмен қылғындырып өлтірмекке әрекеттенді. Дәл осы мезетте Хазірет Әбу Бәкір келіп қалады да қанішердің қолын қағып жібереді. Сол кезде Перғауын әулетіне жататын, алайда өзінің иманын жасырып келген бір мүмин Мұсаға араша түсіп: «Сонда сендер кісіні хам өздеріңе Раббыларыңның ап-айқын дәлелдерімен келген адамды Раббым Алла деп айтқан үшін өлтірмексіңдер ме? Егер ол өздерің айтқандай өтірікші болса, онда өтірігінің кесірі өзіне тиеді. Ал егер шыншыл болса, онда оның сендерге уәде еткен нәрселерінің жоқ дегенде бір парасының бастарыңа келетіні сөзсіз. Расында Алла шектен шыққан, өтірікші кәззапты әсте тура жолға салмайды» деп шектен шыққан залымдарды жазғырды деген аятты оқыды. Муъмин сүресі 28 аят. Әбу Жахил мен Валид ибн Муғира бастаған Махсум руынан шыққан қаныпезер мүшриктер кеңесе келе, Хазіреті Мұхаммедті өлтіруге белдерін бекем буады. Көзі қанталаған Валид ибн Муғира бұл жолы Алла елшісін көзін жоюға өзі білексіп анады. Қанды пиғылын жүзеге асыру үшін ең оңтайлы сәтті Хазіреті Мұхаммедтің намазға тұрған кезін таңдайды. Сақадай сайланып, пайғамбарымызға жақындайды. Бір ғажапқа қараңыз. Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сұлбасы көзіне бір көрініп, бір көрінбей көлбеңдейді. Алдартына жалтақтаумен Уәлидтің басы айналады. Құран оқыған даусын абанық ести тұра, өзін көре алмай мүлдем сасқалақтайды. Әрі-бері әуреленіп, көре алмаған соң қайтып келіп, болған жайтты жолдастарына баяндайды. Мүшриктердің біреуі сеніп, біреуі сенбей, топырлап мешітке келеді. Жаратқан ие жар болды деген осы. Мүшриктер тобымен Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дауысы естілген тұсқа ілгерілесе, пайғамбардың дауысы арттарынан естіледі. Бұрылып кейін жүрсе, Құран әуені әдепкі тұстан естіліп, әбден мең-зең болады. Ақыры мешіттің ішінде ілгері кейін жүрумен шаршап, түк түсінбей тарады.